Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен мен Айдана. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында жасалатын лепешканың рецебімен мен бөлісемін. Ол үшін видеоны толық қарап шығыңыздар. Бізге лепешкамызға керек заттар. Бірінші біз қамырын дайындап аламыз. Суымыз, аштығымыз, тұзымыз, ұнымыз және қантымыз қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға суымызды құйып аламыз. Және сұйық майымды да құйып аламын мен. Және ұнымызды саламыз. Мен әрдайым қамырды екіге бөліп илеймін. Солай маған ыңғайырақ болады. Жақсылап илеп аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Қолға жабыспайтындай болу керек. Тестамыз. Дайын болған қамырымызды ыдысымыздан алып 4 бөлікке бөлеміз. Осылай дөңгелектеп аламын. Және жарты сағат уақытқа көтерілгенше қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз көтерілді. Көтерілген қамырымызды қайтадан мен 4-ке бөліп дөңгелектеп басып аламын. Қамырымды мен дөңгелектеп аламын. Осындай қылып жайып, табамыздың астын майлап, табамызға саламыз. Лепешка пішіндес етіп, осындай қылып дөңгелектеп аламын. Және кішірек оқтаумен, ұшымен мен ортасын істеп аламын лепешканың. Бұл да бір лайфхак. Және бір дана жұмыртқамызды алып, қамырымыздың бетіне жағамыз. Және мен аздап-аздап кунжут себемін. Дайын болған қамырымызды жарты сағат уақытқа 200 градуста пісіріп аламыз. Осылайша төртеуінде пісіріп аламыз. Менің үй жағдайында пісіретін лепешкамның рецебі осылай. Рецебім ұнаса, видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап, каналға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Дүкеннен сатып алғанша осылай қолдан үйден істегенге жетпейді әрине. Өте дәмді болып шығады, дүкендегідей болып шығады, дәмі өте керемет сондай рецепт. Астарыңыз әрдайым дәмді болсын. Міндетті түрде каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.